Сәлем достар. Қазіргі таңда қыздардың басым көпшілігі қасты өте көп жұлып жатады, Сол қас терудің зияны бар ма? Жалпы дінімізде қас жұлуға рұқсат берілген бе? Сол туралы ақпарат қараңыздар. Достар, ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Келесі шығатын пайдалы ақпараттарды жіберіп алмайтын боласыз. Дәрігерлер қастың әрбір талының ми жасушасымен болғандықтан, оның әрбірін жұлғанда ми клеткасының біреуі өлетінін айтады. Дінімізде қас жұлуға тыйым салынған. Пайғамбарымыз бір хадисінде кімде-кім бетін майлағысы келсе, қасынан бастасын. Ол бас ауруының алдын алады. Қас адам денесінде ең бірінші болып өсетін түк деген. Осылайша ғылыммен дәлелденіп отырған қас жұлудың бас ауруына алып келетінін осыдан 1400 жыл бұрын пайғамбарымыз айтқан. Сосын тағы Алла елшісі жасанды шаш кигендер мен кигізгендер және қастарын жұлғандар мен жұлғызғандар, сондай-ақ денеге сурет салғандар мен салғызғандар Алланың лағнетіне душар болады деген. Профессор Ювис Маскардың эмбриология кітабында іштегі шарананың ең алғашқы түктері эмбрионалды дамудың 4-ші кезеңінде пайда болады және ең алғаш болып қастар өсіп шығады делінген. Қазіргі таңда мен қас жұламын және татуаж жасата аламын, себебі күйеуімнен рұқсат алғанмын, рұқсат берді, деп қас жұлып неше түрлі формаға келтіріп жүрген қыз-келіншектер көп, Негізінен ол да дұрыс емес, яғни күйеуім рұқсат берді деп қасты жұлған дұрыс емес. Қасты қай кезде жұлуға болады? Қасты қандай да бір оқыс оқиға болып қасына зиян келсе, және де кейбір адамдарда туылғаннан қасы өзін сүйкімсіз көрсетіп тұрса, немесе екі қасы қосылып қалыңдап адамға жараспай қатты өсіп кеткен болса ғана қасты жұлуға рұқсат етілген. Ал егер себепсіз қасын жұлып немесе татуаж жасатып Алланың жаратқан қасын өзгертер болса, онда сіз Алланың жаратқанына риза емессіз деген сөз. Достар, қас жұлудың тіпті бас ауруына әкеліп соқтыратынын білдіңіздер. Және де дінімізде себепсіз қас жұлуға тыйым салынғанын да білдіңіздер. Сондықтан қыз-келіншектерге айтарым, Алланың жаратқанына қарсы шықпай, әп-әдемі қалпында қасымызды күтіп сақтағанымыз абзалырақ.